Сары шуаштың тосылуы. Сары шуаш ел ішінде бір іспен арғын қаракесекке барып, елдің шетінде кездескен бір адамына қонып түстенуге жөн сұрапты. «Бұл қай ел?» деді шуаш. «Бұл кесіп алса қан шықпас, аузына жылан қарағы жұқпастың елі», деді анау. «Анау кімнің үйі? Ол түлкі іздеп, ін қазып ештеңе шығара алмағанның үйі». «Мынау кімнің үйі? Ол түлкі іздеп, ін қазып бір-екі түлкі алғанның үйі». «Мынау кімнің үйі? Оған қонуға бола ма?» «Бұл нағыз құнсыз үй, ренжімесеңіз қонуға болады». Шуаш мұның жұмбақ сөздеріне түсінбей, не де болса байқап көрейін деп әлгі үйге қоныпты. Жылдың күз мезгілі болса керек, тоңазып келген жолаушы оттың басына жақындап отырып, сол кезде үй иесі әйеліне «Мына қонақтардың сыбағасын сал» депті. Әйел отқа бір құшақ отын әкеп салыпты. Ол қызып келгендер жылынып кейін шегініп отырыпты. Сол кезде шай келіпті. Шайдың майы қанты жоқ, сылдыр болыпты. Үй иесі отырып, «Қонағым осы үйде жылан көзі болса бұйырмасын» депті. Шуаш сыр бермей аттанып кетіпті. Басқа жерге барып қонып отырып, бір үйге қонып еді, ол мені жұмбақ сөздерімен аттандырды деп оның айтқандарын айтып жөнін сұрапты. Сонда үй иесі айтыпты: «Ол шаншардың қуы екен ғой, бірақ ол өтірік айтпапты, шынын айтқан екен. Сіз түсінбепсіз. Оның айтқандары: біз қара кесекпіз, қара кесекте май бола ма дегені. Екіншісі, ол үйдің баласы жоқ еді. Бала көрем деп 4 әйел алды, бірақ бала көрмей отырғаны соны айтқаны. Үшіншісі, о да баласы еді. Кейінгі алғаннан 2 қыз көріп отыр, соны айтқаны. Құнсыздық үйі дегені, үйімде құт береке жоқ, шайға салып берер май жоқ дегені, қонақтың сыбағасы дегені, асқа тоймасаң да отқа жылынып ал дегені. Ол осы елдің білгіші ме, қандай адам?» деп сұрапты. Шуаш: «Жоқ, ол кісі елдің ең момыны, көпке түсер сөзі жоқ» депті үй иесі. «Япыр-ай, елінің момыны мынау болса, бұл елдің адамы сөзбен жеңіп болмас» деп аттанып кетіпті.